Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге жүз жаса арнасы. Бүгінгі видеода сіз судың адам ағзасына тигізетін бірнеше қасиеттерімен таныс боласыз. Өздеріңізге белгілі, суға қатысты әлеуметтік желілерде көптеген ақпараттар баршылық. Мен бүгін сізбен өз арнамда судың басқа да сіз естімеген қасиеттерімен бөлісетін боламын. Құрметті оқырман, егер сіз жүз жаса арнасына әлі тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, өзіңізге пайдалы ақпараттар алыңыз. Ендеше бастайық. Табиғатта суды түрлі күйде кездестіруге болады, ал біз күнделікті тұтыну мақсатында тазартылған суды қолданамыз. Орта есеппен бір адам тәулік бойы 1,5-2 литрға дейін су тұтынады екен. Адам ағзасындағы артық су денедегі токсиндерді шая отырып, терлеу және зәр шығару жолдары арқылы ағзадағы қалдық заттарды сыртқа шығарып тастайды. Судың тәуліктік тұтыну нормасы сіздің күнделікті тұтыну тағамдарыңызға және денеге салынатын физикалық жүктемеге де байланысты. Спортпен шұғылдану барысында денеден тер арқылы бөлінетін сұйықтықтың әсерінен және қуырылған, тұздалған және құрғақ тағамдарды тұтынудың есебінен суды тәуліктік нормасынан артық тұтынуға себеп болады. Ағзадағы судың жетіспеушілігін терінің құрғауынан және денеден тердің аз мөлшерде бөлінуінен байқауға болады. Дәрігерлер газдалған және алкогольді сусындарды қолданбауға кеңес береді. Олар ішкі органдардың қызметтерін нашарлатып қана қоймай, түрлі ауруларға әкеп соқтырады. Және дәрігерлер суық суды қолданбауға кеңес береді. Себебі суық су қандағы холестериннің жүрек қан тамырларына топталуына үлкен септігін тигізіп, нәтижесінде инсульт және инфаркт жағдайына жеткізу мүмкіндігі жоғары болатынын айтады. Сонымен қатар суық суды жиі тұтыну асқазанның түйілуі, теріде түрлі бөртпелердің пайда болуы және денедегі артық салмақтың артуына әкеп соқтырады. Ал керісінше сіз бөлме температурасындағы шамамен 28-30 градус аралығындағы жылы суды үздіксіз тамақтануға дейін 35-40 минут алдын қолдану арқылы сізді артық салмақтан арылтып қана қоймай, мидың жұмыс жасау қызметін жақсартады. Өйткені мидың 75-85% судан құралған. Бұл дегеніміз, сіз суды жиі тұтыну арқылы миды да қоректендіріп отырасыз. Ағзаны тиісті мөлшерде сумен қамтамасыз ету арқылы сіз тәулік бойы өз белсенділігіңізді сақтай аласыз. Сіз аз тамақтанатын бола бастайсыз, себебі суды тұтынғаннан кейін тәбет белгілі уақытқа дейін байланып қалады. Яғни сіздің салмақ тастауға мүмкіндігіңіз артады. Су жоғарыда айтып өткендей ағзадағы қалдық заттар мен токсиндерді шайып сыртқа шығара отырып, ағзаның қартаю мүмкіндігін тежейді. Егер сіз кәрілікті тежеп, әрдайым жас көрінгіңіз келсе, косметикаға жүгінбей-ақ, суды жиі тұтынсаңыз жеткілікті. Су түрлі аурулардың алдын алады. Атап айтар болсақ, гипертония, зәр шығару органдарының қызметтері, ішектегі рак ауруларын болдырмау, тағы сол сияқты басқа да көптеген аурулардың алдын алып, оны емдеуге көмектеседі. Тәулігіне 5 стакан су тұтыну арқылы сіз жүрек талмасы ауруының қауіптілігін 41%-ға төмендетесіз. Суды жиі тұтыну терінің жұмсаруы мен тазалығын қамтамасыз етеді. Нәтижесін бірнеше аптадан кейін-ақ байқауға болады. Суды әркім өз талғамына сай түрлі дәмдеуіштер арқылы, мысалы лимон, бал араластырып тұтынуына болады. Бастысы газдалған немесе алкогольді және суық су болмаса болғаны. Осымен роликті аяқтаймын. Егер видео ұнаған болса,
лайк басып, жақындарыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Арнамызда басқа да көптеген құнды ақпараттармен таныса аласыз. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.